Апа, деді Ғайша қолындағы кесесін дастарханға қойып. Үйдің тағамдарын ішсем болды, жүрегім өрекпіп құсам да тастаймын. Неге екені белгісіз түз тағасының етіне жерік болып қалғандаймын. Ғайшаның айтқан сөздерінен шынымен қорықты ма, жоқ әлде именді ме белгісіз, көмейіне келген сөзді кібіртіктеп барып шығарды. Ей қарақ, о заманда бұ заманда ит құстың етіне жерік болған қатынды алғаш көруім. Сонау ықылым заманнан келе жатқан тәмсіл бойынша қазақ бөрінің сүтін емген. Қазақ атамды бөрі бағып өсірген деген аңыздар естігем. Ал бұлай жерік болу естір құлаққа оғаш. Тек зәрушілікке етін жеп қанын ішкен болмаса, бөрі баласына бекерден бекер оқ атпаған. Кім білсін, тәңірден түскен бұ да бір аян шығар. Қысқа ғана өмірде пенденің басына түскеніне көнеміз де. Әкелші шырақ, сұқ саусағыңды ұшынан қан шығарып қояйық. Әзі ананың айтып жатқан сөздері Ғайшаға бірде алыстан естілгенде болса, бірде құлағының тұсынан саңқылдап шығады. Ғайшаның бар ойы отағасының ит құстың жып-жылы еті мен жып-жылы қанын әкелсе деп құрсаққа жаңа біткен шеміршекті алақанымен басты. Жәди айы келгелі ымыртта ерте түсіп, төңіректі ала көлеңке тез үйіріле бастайды. Күн жарық кезде ене мен келін үй жұмыстарын барынша өндіріп істегендей болады. Әйтеуір бір бітпейтін күйкі тірліктің жұмысы біткен бе? Аңнан келген береннің ас суына кейде үлгермей, бірі сырмақтың жегін жектеп отырса, бірі түйе шудасын шүйкелеп ұршы қиырып отырғаны. Берен қырау басқан сақал мұртын салалы саусақтарымен сылап тастап, тошал үйден кер биенің төстігін ас тақтайдың үстіне әкеліп, жонып турап отырып, ене мен келіннің үйлесімділігіне қарап, мырс етіп езуін жай ғана тартып қояды. Ол күндер қамсыз мұңсыз күндер екен ғой деп, Ғайша күрсіне дем алды. Енесіне осы әбілге аяғы ауыр жүрген кездегі айтқан жай есіне түсіп, тек өзін кінәлі адамдай сезді. Қасқырдың қанына жерік болғанның жұмбағын әлі түсіне алар емес. Ауыл адамдарын айтқан сөздерінің ешбірін елемей, беренде не үшін ылып ете қалды, сол күні қасқырды тірідей ұстап әкелем деп, әйтеу көрмеу көмес мына тірліктің шегі жоқ жұмбағы болса керек деп, өзін жұбатқысы келсе де жұбата алмады. Берен 3 тәулік бұраты мен қойлықтың адырлары мен сайларын шарлап жүріп, ұя басар қасқырды жамбасынан оқ тартып жарала әкелгені әлі есінде. Береннің сондағы қуанышы Ғайшаны санасында мәңгі сақталып қалды. Жұбайына деген адал махаббатын айтпаса да, езуінде риясыз күлкіден анық байқауға болар. Тек Берен қолына кездік алып, аузы буылы жатқан ұя басарды бауыздағалы жатқанда Ғайшаның бойын бір қорқыныш билеп еді. Ол қандай қорқыныш екен түсіне алмады. Мүмкін өмірге келмеген шақалағы үшін қорықты ма, оны да білмейді. Берен Ғайшаға қарап қойып, саптаяқ әкелетініңді жанарымен білдіріп қана қойды. Ғайша жеңіл қозғалып, Беренге қолындағы саптаяқты ұсынды. Қорқырап жатқан қасқырдың жып-жылы қанын құйып аяулы жарына береді. Ғайша екі езуін сорғалатып, қасқырдың жылы қанын обырлана жұтты. Тек енесі келіп Ғайшаның бетіне тартып жібереді. Ақмақсыңдар екеуіңде деп ажырая қарады ұл мен келіне. Сендер не істедіңдер? Қараңдаршы, қасқырдың жатырына бүлкілдеп жатыр, бұл да сендей бір ана. Өмірге ұрпақ әкелуге мұның да құқығы бар еді. Сендер не бүлдірдіңдер? Өмірдің жарығын көрмей жатып, жатырда жатқан күшіктерін енесімен бірге жаһанамға жөнелттің. Бірақ оның не жазығы бар еді? Алладан тілейік өмірге келер ұрпақтың аман сау келуін. Сен екеуің барып, 40 құман сумен бойларыңды тазартып келіңдер. Мен барып, құрым кигіз дайындайын. Бәле жаладан сендерді алыстап, үйге кіргізбесем, жаным жай табар емес. Қасқырдың қанын ішіп жерігін басқаннан кейін Ғайша екінші рет ананы мынаны жеймін деп үйдегі жандарға қиғылық салмайтын болды. Бірақ Береннің мінез құлқы күрт өзгеріп шыға келді. Түн баласына шошынып ұйықтағанды қойды. Ұйықтағанның өзінде түн жарымында «Қасқыр,
Қасқыр деп шошынып ойнатынды шығарды. Ұлының жайынан шошынған ана ауыл молдасына барып бірнеше рет ұлына ішірткі әкеліп берді. Ішірткі ішкен соң бірнеше күн жақсы ұйықтап жүреді де біраздан соң әдетті қайталанып болмай қойды. Бұл жайға Ғайша өзін кінәлай енесі мен күйеуінің бетіне тік қарап сөйлеуден қалды. Берекеге толы үйдің қиюы кетіп бастады. Ауыл қатындары не қилы сан түрлі оқиғаларды құрап тауып, сан саққа жүгіретінді шығарды. Бірде Кәрімбайдың келінінің қалжасына жиналған қатындарға сары аты бар Сұрауханның қатыны Күлән жан-жағында жасы бар, кәрісі бар аналарға қарап қойып, қолында дөре шайды ұрттай отырып тыңнан түрен салды. Құдай-ай, сіздер білесіздер ме, ана Береннің әйелі жатырдағы қасқырдың күшігінің етіне жерік болған көрінеді. Бекерде тәкаппарланатын кірпияз енесі сол жатырдағы күшіктің етін қуырып, қара қуырдақ жасап берген екен. Ана жас келін аузының суын ағызып тұрып, жерік асын жеген көрінеді. Айтпақшы, ұмытып барам. Әлгі қасқырды мал сияқты бауыздаған екен. Жаны шықпай, екі көзі ақшырайып, Беренге ұзақ қарап жатқан жан тәсілім етіпті. Сол қасқырдың рухы бар ғой, Беренді түн баласы ұйықтатпайды. Тіпті бірнеше рет қанжар тістерін ақситып, алқымынан далған сияқты. Жиналған жұрттың көбі беттерін шымшып, өз бетімен кетсін деп, дастархан шетін жұдырықтарымен тықылдатыпты. Кейбір сөз құмар келіншектер ол қасқыр ұрғаш екен, Беренге ғашық болып қалыпты дей, қалжыңның сорпасын сапырып, бықсып тұрған өсектің шоғын одан әрмен үрлепті. Біреудің сыртынан ғайбаттау ол күнә саналса да, ауыл адамдары Береннің отбасын ғайбаттауды тоқтатпады. Күннен күнге өсек бүкіл ауылдың бала-шағасына дейін айтылатын ермекке айналды. Отбасы жайлы әңгіме Беренге ауыр тиді. Ол енді аңға шыққанды да қойды. Түлкінің пұшпағын сұрап келгендердің талаймен шекісіп, кейбірінің танауын қанатып қоя беретін болды. Үйде жата беруден зерікті. Теріскейге шығып, қақпан құрып келгісі келгеніне міне 2 күн, бүгін де таң сәріден ерте тұрып, тыпыршы қағып отырғаны. Долыйдың үй жағына бір қарап қойды. Қидың бозғылт түні будақтап шығып жатыр. Әй, сен де бір күн тауға шықпасаң денең құрсып қалады, деп бір мырс етті де өзі де пеш жағуға кірісті. Үй іші тым-тырыс. Аққайыңның бытырлап жанғаны тыныштықты бұзғандай болды. Пештің алдында ағаш жалына қарап қанша отырған белгісіз, ту сыртынан Беке деген Долыйдың сөзіне елең ете қалды. Берен, бұлай мүжіле берме, өз-өзіңді іштей жегенше, маған ертауға шығып серік болып қайт. Сен өзіңде естіген шығарсың, мен үлкен қателік жасадым. Ұябасарды тірідей бауыздап, жатырдағы кінәсіз күшіктердің тынысын тоқтаттым, білесің бе? Бұл дегеннің кешірілмес күнә. Әй Беке, сен оңайлықпен мүжілетін азаматтардың қатарынан емес едің, не болды? Бұлай күңіреніп. Олар қасқыр болып қоранға шауып, ана Ақбақайдың қарнын жарып ақтарып кетсе, сен сол кезде өкінер едің. Ал мына жайды мен өз басым қос қолдап қолдаймын. Ауыл қатындары оттай береді, олардың әдетті емес пе? Ісіріп кептірмесе жүр алмайтын қатындар өсек айтпаса тұра алмайды. Ал біз қырқаға шықпасақ тұра алмаймыз. Ал ана мылтығыңды, Ақбақайды ерттеп дайындап қойдым. Жануардың не жазығы бар? Бауырын жазып келсін, Ақбақайды мен еріктеп жатқандағы қылығын көрсен ғой. Бір орында тыпыршып тұра алмады. Жануарға обалдық етпе, не жүгенің сыпырып, ер тоқымын алып қоя бер. Олай еткің келмесе, менімен еріп, теріскейді бір шолып қайтайық. Бағанадан бері 2 азаматтың сөзін тыңдап жатқан ана басын көтеріп, Долыйға қарап, ұлын бой жазып келуіне қарсы емесін айтып, ірге жаққа аунап түсіп, көрпесін қымтап жата берді. Шешесінің де сөзін жерге тастағысы келмеді. Бір жағынан бір ойы Ақбақайынан да қиянат жасаған сезініп, сеңсең ішігін киіп, оқшантайын күміс белдігіне байлап сыртқа шықты. Анадай жерде Долыйда сақалдай сап тұр.
Аяғында ақ табан, ұзын қонышты етік, басында түлкі тымақ, үстіне киген тау ешкінің ішігі, сырт қараған адамға баяғының билеріндей салтанатты сыртқы пошымы өзі де долыйдан салтанат жағынан кем емес. Екі аңшы теріскейді бетке алып, аттарын бүкілдей жөнелді. Долый қайта-қайта қарап қояды жолдасына. Тас түлектей томаға тұйық келеді. Көңілдің түбінде бір түйгені бар секілді, неше рет сөзге тартқысы келіп, ананы мынаны айтты. Қабағы сол түйілі қалпы. Үлкен қара шоқыдан асқанда барып, Берен атының басын тартып кілт тоқтай қалды да, Долыйға қарлы қияны қолымен нұсқады. Анау қияда қысы киіктер мекен етеді. Сен ол жайлы естіп пе едің? Мен олардың ізіне түскеніме 8 жыл болды. Қанша рет алыстан дүрбі салып бақыладым. Бір қарасаң сыртқы пішіндері адам баласына ұқсайды. Жүріс-тұрысына дейін тек үстіндегі түгіне қарап адам деп айта алмайсың. Анау қой тастарды көріп тұрсың ба? Соған қарай жақындайық, сол кезде сөзімнің рас өтірігіне көзің жетеді. Әй, сен үйде отыра-отыра қияли болып кетіпсің. Амал жоқ, бүгін сен не айтсаң, соған көнемін. Берен атының сауырын қамшы басып қап қой тасқа қарай желе жөнелді. Долый да бірнеше рет қариялардың аузынан естіген болатын, бірақ мән бере бермеген. Қойлықтың басындағы қарлы шыңды екі аңшы түс ауғанша бақылады. Долый Береннің мына қылығына зерігіп, мылтығын бір оқтап алды да, тау-тасты күңіретіп атып жіберді. Берен не істедің дегендей жақтырмай Долыйға қарап қойды. Әй, шыдамсызсың сен. Сәл күткенде көзге шалынар еді. Сен ана бір ақбура тастың көрдің бе? Соны айналып қырбасына жақында. Ал мен саған қарама-қарсы тұсқа таяп саржал тастан баспалай қараймын. Көріп тұрсың ба, әнеу екі сан тасты әдетте олар сол арадан саржал тасқа қарай жүреді. Сенбесең қар бетінде іздерге қара. Долый қолындағы дүрбісімен жолдасының айтқан тұсын шай пісіріп уақыт бақылап қарады. Шынымен де солай екен. Қардың бетіндегі ізге сенбеске лажы қалдырмады. Баспалай жүріп отыра ақбура тастың оң жағына шығыңқырап, бесатарын сына тасты бағыттап қарауылға алып отыра кетті. Берен үстіндегі киімдерінің оң бетін теріс аударып, теріс бетін киіп, сынтасқа қарай бүгежектей өрлеп кетті. Долыйдың екі көзі сынтаста. Қашан қылтың еткен көз ұшына шалынар қарайған көрінсе, шүрпені басуға әзер отыр. Сынтасқа жеткен соң төмендеу қалған досын бір қарап қойды. Ал енді досы мына құрсаудан өзің құтқар. Сенің қолыңда өлуді Аллах нәсіп еткен екен. Ля илаха иллаллах Мұхаммед Расулаллах деп сынтастың ортасына шыға келді. Долыйдың да аңдып жатқаны осы болатын, шығып келген кісі киікті бақтап мылтығын атып жіберді. Атылған оқ Береннің көкірек тұсынан тесіп өтіп, қорылдап барып құлады. Ежелден сынтастың оң жағында қасқырдың шағын апаны болған. Береннің қаны сол апанның аузына дейін ағып жатты. Долый жоғары өрлеп, ентігіп жүгіріп келеді. Шынымен, кісі киікті аттым ба, мүмкін олар жұпта шығар деген оймен жан-жағына барынша сақтықпен бақылап отырып, жайрап жатқан олжасының қасына келді. Өзінен өзі сенбей тұр, атқаны кісі киік емес, өзінің жақын досы Берен. Басын құшақтай отырып жылап жіберді. Қолындағы мылтығын сынтасқа бір ұрып лақтырып жіберді. Береннің мүрдесін алып ауылға түн жарымында келеді. Таң ата таудағы оқиғаны бүкіл ауыл естіді. Бір топ қатындар Береннің отбасына көңіл айтуға кетіп барады. Арасында ешкім марқұм жайлы артық сөз айтқан жоқ. Барлығы да енді түлкі жағалы шапан киюдің ауылы алыс екенін сезіп келеді. Таңсәріден ерте тұрып, Долый жоқ болып кеткен. Әйел бала шағасы түгір ешбір пенде қайда кеткен хабарсыз қалды. Әбіл биыл 13-ке толды, әке тәрбиесін көрмеді, әжесі мен анасы ел қатарлы болсыншы деп аудан орталығына оқуға жіберіпті. Өз қатарынан қалмасын деп өңі түзу киім тәтті мен дәмді дүниелердің бәрін
Әбілдің алдына тосты. Әбілге керегі оқу да тәтті де дәмді емес. Аудан орталығындағы оқуды тастап қашып келгені үйге 3 күн болды. Төрт алдында ілулі тұрған әкеден қалған мұра бесатарды әлсін айналшықтап сипай қояды. Үйде үлкендер жоқ болып қалса, қаруды қолына алып, есік жақты оқтап, аңшының кейпінде жерге екпетінен жата қалады. Бұл қылығы үрпейіп отырған екі ананы қатты қорқытты. Кімнен ақыл сұрайтындарын білмей бастары қатты. Ақыры Әбіл өз дегеніне әжесі мен анасын көндірді. Көрші Долы мен аңға баратын болды. Бала Әбіл қуанғаннан қу тыңдап, Долыйдың айтқан екі етпей ызыр жүгіріп жүр. Долый баланың іс-әрекетінен әкесі жарықтық қимылын байқап, басын шайқап қойды. Іштей орында бар оңалады деген осы, берен сен бақытты әкесің деді. Әке жолын жалғаушы артыңда атқа мінерің бар. Сен бүгін қабірде шүкір етіп жатқан шығарсың. Мына мен кетсем, құла төбеліні мініп, аң қумақ тұғыры шылбырын ұстайтын бір ұлдың артымда қалмайтыны өзегімді өртейді. Ұрпағым жоқ емес, бар, тәубе, бәрі бар, түстес. Жат жұрттың адамы қыз бала әке түтінін түтете алмайды. Тек басқаның босағасының шырағын жағып, сол жақтың ұрпағын өрбітеді. Міне, үзеңгілес жолдасым, сенің ұлыңа бар білгенімді үйрету үшін ғана аңға алып барам. Бүгіннен бастап ол тек сенің ұлың емес, менің де ұлым. Ұлым деп ем дегеніме кеш, досым. Қабір басында қартаң аңшы мен балаң аңшы аруақтарға құран бағыштап, алдағы аңшылық сапарды оңынан болуын Аллаға алақан жайып дұға етті. Сол баяғы береннің ақырғы дем үзілген қаралы сайды қиялы қиып, Боратыға қарай бала аңшы мен қарт аңшы аяңдап барады. Неше рет Долый Әбілге қарап бірдеңе айтқысы келді, бірақ қалай айта алады? Тауда мен сенің әкеңді абайсызда жазым қылып алдым деп пе? Онда қасында еріп келе жатқан баланың өзіне деген сенімі жоғалары қақ. Екеуі бірін-бірі жанарларынан түсінгендей болып келеді. Бала да сіздің әкемді жазым қылғаннан кейін қайда кеттіңіз деген сұрақ қойғысы келеді. Долый болса арым жібермейді, түрмеде 13 жыл отырып келдім дегісі келеді. Екі пенде де іштей сөйлесіп, іштей түсінісіп келеді. Ұзаққа созылған үнсіздікті Әбіл бұзып, әке осы менің әкем қасқырды тірі ұстағаны рас па? Әлібектің бұл сұрағына жай сылаңға жауап берді, қабағы түйіле. Ауыл адамдары солай дейді, бірақ өз көзіммен көрмедім. Өзің ойлашы, азу тісі ақсиған көкжалды тірідей байлап әкелу мүмкін бе? Мүмкін емес сияқты, бірақ бүгін қалайда тірідей қолға түсірем. Сіз сонда сенесіз. Күлмеңіз, мен әкеме тартсам қалайда тірідей ұстаймын. Сосын мына кездікті көрдіңіз бе? Бауыздап қан ішем мына саптаяқпен. Долый қасындағы 13 жасар баланың сөзінен де өзінен де қорқайын деді.